Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз 4-ші сынып қазақ тілі 4-ші тоқсанға арналады. Бүгін біз балалар сіздермен 8-ші бөлімді бастаймыз. 8-ші бөлімнің аты болашаққа саяхат. 121-ші сабақ сиқырлы қорап. Балалар, мақсаттарына келейік. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз, оқиғаны болжап үйренеміз. Жаңа сөздер. Қайталаймыз. Қорап, өзгеше, кілт, ақырын. Балалар, қайталаймыз. Қорап, өзгеше, кілт, ақырын. Қайталаймыз. Қорап, коробка. Өзгеше, необыкновенный. Ключ, кілт, медленно, ақырын. Балалар, сөздік дәптерімізді ашып, жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Жаңа сөздерді бекітеміз. Ол үшін көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз. Мұқият тыңдап отырамыз балалар. Жаңа сөздер қорап, ақырын, кілт, үлкен. Осы сөздерді көп нүктенің орнына қоямыз. Келесі сабақ туралы болжаймыз балалар. Мына адамдар туралы не айта аласыңдар? Талғат кім? Тілеухан кім? Санжар кім? Азамат кім? Балалар, Талғаттың кім болғысы келеді? Санжардың кім болғысы келеді? Азаматтың кім болғысы келеді? Сөйлем құрастыр. Ол кітап оқығанды ұнатады. Кім кітап оқығанды ұнатады? Ол футбол ойнағанды ұнатады. Кім футбол ойнағанды ұнатады? Ол скейтборд тепкенді жақсы көреді. Ол скейтборд тепкенді жақсы көреді. Кім скейтборд тепкенді жақсы көреді? Ол Азамат пен Санжардың сыныптасы. Кім Азамат пен Санжардың сыныптасы? Тілеухан ол кісіні көрші дейді. Кім ол кісіні көрші дейді? Балалар, болжаймыз. Төмендегі суреттерге қарап, оқитын әңгіменің мазмұнын болжап айтамыз. Ұсынылған үлгіні қолданамыз. Менің ойымша, әңгіме не туралы? Әңгімеде қандай кейіпкерлер бар? Оқиға не туралы болды? Осы суреттерге қараймыз, болжаймыз. Рөлге бөліп оқимыз балалар. Диалогты рөлге бөліп оқимыз. Не болды? Не боп жатыр? Абайла, қорапты ашпаңдар. Қораптың ішінде не бар балалар? Балалар қайда? Тап болады. Келесі сабақта білетін боламыз. Балалар, біз сабақты қорытындылай келе айтылым, оқылым, жазылым дағдыларымен жұмыс жасадық. Айтылымда жаңа сөздерді
дауыстап айттық, жазылымда тапсырмалар орындадық, оқылымда диалог оқыдық. Енді сендерге үйге тапсырма 50-ші беттегі 5-ші тапсырманы жазбаша орындау. Сау болыңыздар балалар.